Ассаламалейкум қазақ елі, сіздермен бірге Якудза Ердаулет деп қойсын да. Так, бүгінгі видео возражение туралы болады. Көп жігіттер жаздадыңдар, жоқ болып кеттің ба, не болды, амансың ба, ана жерін атылып өліп кеттің ба деген сияқты неше түрлі сұрақтар болды. Сол үшін сіздер үшін видео шығарайын деп отырмын. Қазір мен балкондамын. Мына жақта вид әдемі болып тұр екен. Сіздер көрініп тұр ма, жігіттер, қыздар? Онша болмай тұрған сияқты ғой. Қазір сендерге бір көрсетіп жіберейін мына жақтағы видті. Міне вид. Вау деп тұр ғой вид. Деп тұр мына жақтың бәрі. Мына жаққа шығасың балконға. Тау көрініп тұр ғой. Тау әдемі болып көрінеді. Көзіге бір не алып аласың, көзіңді бір қалай айтсам екен, көзіңді рахатқа толтырып аласың да, пахат етесің ғой. Сосын мына жерде мен машиналарым тұр. Әр күні машинаны ауыстырып отырам. Бір күні Мерседес, бір күні неқта Джип, бір күні ана тауға баратын болсам, мынау Джипке отырамын. Немесе анда кәдімгідей қаланың ішінде болсын, анда кәдімгідей жеңіл машина болам. Қызға баратын болсам, неқта бір BMW қызға баратын болсам, сонда болам. Трассаға шығатын болсам, ана Toyotаны отырып алам, Toyota 50-ка. Солай өмір солай болып отыр бізде. Жолық бағалы көп болды ғой. Біраз болып қалды. Іздеп отқандарға рахмет, негізі шыны керек. Жылау жүрейін дедім, біз енді іздейтін адам бар екен ғой деп. Сонымен не дейміз, бастаймыз. Кетті қыздар, let's go. Go. Қазір тамақ істеп отырмын мен. Қысқасы солай, жалпы возражение болғанда менде қанша уақыт болды уже? 3,5-4 айға дейін возражение ұстадым. Одан кейін не болған айтам видео соңында. Жалпы 3,5-4 айда не қызықтар болды, не болды, соған бөлісіп кетейін. Ең бірінші. Күте тұрыңдар кішігірім, қазір мен ашып алайын. Так. Мынандай болды. Жалпы 3-4 айдың қорытындысына келетін болсақ, кәдімгі мен байқамаған өзгерістер болды. Мен мысалы бұрын өзімді басқаша адам секілді болдым, яғни салыстыруға келмейді. Кішігірім болсын, менде өзгерістер болды. Мысалы мен бұрын жұмыс жасаған өзінде, ақша болған өзінде үйден шықпайтын едім ғой. Үйден шықпайтын балдар бар ғой, кәдімгідей. Шақырсаң, неге шақырсаң, туған күнге шақырасың, жүр кетейік, барып қайтайық, қайтайық, қызарға барайық, қыдырайық, демалайық, туған күнге барайық десе, ой деп мал құсап жата беретін ғой. Сонда сияқты болған еді. Ал бұдан кейін кішігірім өзгерістерде, яғни сыртқа шығып, араласып, кетіп шығып қайтайық десе, давай деп кетіп қалып, немесе коллегалар айтады, барып қайтайық, өйтіп қайтайық, бүйтіп қайтайық деген кезде барлығына, яғни барын келіп тұрады, энергия болып тұрады сенде. Сол жағы маған өте пайдасын берген сол жағы болды. Одан кейін тағы не айтамыз? Оның өзі үлкен, яғни көмектесті ғой. Мысалы, энергияның болған өзі, мысалы адамдармен сөйлесу арқылы, коллегалармен сөйлесу арқылы менде біраз нәрсе жұмысыма керекті, яғни мәліметтерді алдым, жұмысымды жеңілдетіп алдым, сол общенияның арқасында. Яғни энергияның болған арқасында соған жетіп отырмын. Ерін көріндер ме? Ерін бұзылып жарылып кетті. Бұл ана ойлап қалмаңдар, не деп. Яғни қыз жоқ, ана мынау. Жалпы бұл ерін жарылы мен емделіп адым. Мынау возражениеден кейін өзіме көп көне біле бастадым. Киім алу жағынан, одан кейін денсаулыққа әсіресе. Мысалы, менде бұрын угри деген өте көп болатын. Угри. Ахама. Көрініп тұр ма? Көрмей тұр ма арқам? Угри көп болатын. Сосын оны емделіп жатырмын. Алла қаласа барлығы емделіп қалады. Мен кожам барлығына жақын бағына бытышет, бетім барлығы. Кәдімгідей, одан кейін өзіме қарап соңғы кездері, оған ақша салып, өзіме қарап бастадым. Құдайға шүкір, кішкенім өз нәтижелерін беріп жатыр, өздерің көп тұрсыңдар денемде. Жалпы бұдан бөлек араласуды айттым,
оны өздерің түсіндіңдер, маған көмектесті ол жағы. Екінші спортқа келейікші. Мен өзім бұрыннан спортпен айналысып жүрген баламын. Яғни 5 класстан бастап мен сол кезде армандайтынмын, Алматыға келген кезде тау жаққа барып тренировка жасайыншы, тау жаққа барып, әр жерге барып жүгірсем дейтін. Ал соңғы кездері, мысалы 2-3 айда мен әр апта сайын әр жерге жүгіретін болдым. Көктөбеге, немесе Тереңкур, Медеужақ дейсің ба, Горельник дейсің ба. Мысалы, неше түрге барасың. Тау дейсің, тауға да кетіп қаласың. Сондай энергиялар, яғни желаниялар пайда болды. Ол екінші, үшінші қызға келейік. Қыз демекші, бұрын қызға қараған кезде, қызға еркекке қалай қараймын, дәл солай қарайтын, ешқандай эмоция жоқ, ешқандай тартылыс күші жоқ, сезбейсің ешнәрсе. Келесің, жұмысқа келесің, құрымысқа сияқты жұмыстан қайтып келесің. Дәл сондай болып жүрген. Неге екенін білмеймін. Ешқандай энергияда, қызығушылықта болмайтын. Шал сияқты, қысқасы. Неде анау? Патент сияқты. Одан кейін, яғни бұл тәжірибені қолданғаннан кейін, Вазиржан бұл да кішігірім өз нәтижесін берді. Қыздарға деген көзқарас өзгеріп, яғни ашылып, интерес ашылып, кішігірім сөйлескім келеді екен. Одан кейін 2-3 свидания болды. 2-3 алмай-ақ қояйын, бірақ 2 рет свидания болды. 2 рет свидания болды өзі. Немесе 1-ге ма, 2-ге ма, 2-ге 1 есім шығып кетті. Өзгерістер болды қыз жағынан. Міндетті түрде қыз жоқтарға міндетті түрде ұстау керек, өйткені бұл болмайды. Өзі ислам дінінің өзі бұны не алған ғой, киім салған ғой бұл нәрсеге. Яғни үйлену үшін қыздарға, яғни жақын болу үшін дегенде үй болу үшін, үйлену үшін. Өйткені анандай істеп жүре берсе, күш кетіп қалады, өзіңді біртүрлі сезінесің, адамдармен сөйлескің келмейді, қыздарға жақындағың келмейді, өзінің самаса екен түсіп кетеді деген сияқты ғой. Қызды түсіндік. Қызда маған кәдімгідей көмектесті қыз жағынан. Мен өзімнің күткен нәрсемді алдым Вазиржан арқылы. Бұрын стамастан бұрын мен осыны қалайтынмын. Ең бірінші, неге менде қызға интерес жоқ деп ойлайтын басында. Өйткені мен өзім қателескен екенмін, дұрыс жолда жүрмеген екенмін. Ал енді психология жағынан келейік. Психология жағынан көбіміз көріп жүрген шығармыз ютубта, тиктокта агрессивный боласың деп. Соны агрессивный болды менде. Агрессия кішігірім бұрынғы төбелесіп қалған адамдар, қалып кеткен қалып кеткен адамдарды ойлап ашуланып отырасың. Қатты ондай болған жоқ, енді кішігірім намысын жоғары бола ма, сондай болады екен. Одан кейін көріп тұрсыздар ма, мана жақта көрмейтін шығар сендерге орыс тілі оқу. Орыс тілі деп барлық жер жазып қойған мен. Яғни өзінің саморазвитияға дейді ғой, өзін дамытуға да көңіл бөліп бастадым. Не бұрыннан көңіл бөлетін, бірақ дәл былай қатты бөлмейтін менде. Именно орыс тілін. Именно басқа тілге көңіл бөлетін, басқа нәрсе. Именно орыс тілін былай көңіл бөлмейтін. Ал ұстап бастаған екен, осылай үлкен дәрежеде көңіл, внимание бөліп бастадым. Енді ерекше өзгерістерге келетін болар әңгіменің соңында. Әңгіменің соңына келетін болсақ, ерекше өзгерістер бастапқы 1 айда мен таңғысын 1 сағат, 1,5 сағат алдын тез тұрып кететін. Кәдімгі энергия көп, өзіңді күшті сезінесің 1 ай. 1 айдан кейін қайтын тестостерон түсе ма, бірден кейін қайттан бұрынғыдай ұйықтайсың, қалпына келеді барлығы, бірақ қыздарға деген көзқарас әлде қалады. Одан кейін кішігірім өзім бір қалыпты қалады, бірақ қыздарға қалады, басқа энергияң барлығы бір қалыпты қалады екен. 3 айға дейін, 3 ай 4 айға дейін. Басқа ешқандай өзгерістер жоқ. Жаңағы өзгерістерден басқа. Ал енді менде 4 айға дейін шыдадым, сырыв болды. Сырыв болудың себебі үйде көп жүріп қалдым, тренировканы істемедім. Міндетті түрде, яғни энергияны шығару керек екен. Тренировка жасап, отжимания жасап, немесе жұмыс. Енді менде көріп қалдым, егер де энергияны жұмсамаса, мысалы, приседание, тренировка жасамаса, жаттығу жасамаса,
простатитке алып келу мүмкін дейді. Простатитке. Сол үшін егер де бастайтын болсаңдар, міндетті түрде жұмыс жасаңдар, тренировка жасап отырыңдар. Тренировканы міндетті түрде жасаңдар. Тренировка демекші мен бұрын негізінде ол рас нәрсе. Негізінде мен 5 класстан бастап 10 классқа дейін ешқандай қызбен жүрмегенмін. Ешқандай қызбен жүрмегенмін. Қарауға да уақыт болмаған. Өйткені біздің күреспен айналыстым ғой. Күресте яғни қатты болған соншалықты, ауыр болған соншалықты күштің бары соған кететінді мүлдем ешқандай энергияда күште қалмайтын қыздар ойлауға. Ал 10 класста қалай мен операция жасадым, тренировканы қойып қойдым, сосын қыздармен жүріп бастадым. Енді қалай ұстаған дұрыс деген сұрақ бар. Сосын қалай ұстаған дұрыс, ұстамастан бұрын бірінші алдын ала көріп алу керек, біліп алу керек, нені дұрыс жасау керек, нені қай жерден қателеспеу керек. Мысалы, возражениеде болған кезде міндетті түрде тренировка жасау керек дедім ғой мен. Сондай сияқты да. Ертең простатит болып ауырып қалмаңдар. Простатит болып. Түсіндіңдер ма? Сонда жақсы жігіттер, сендермен бірге болғаныма қуаныштымын. Егер де іздеп жатсаңдар, хабарласыңдар, жазыңдар, қандай видео керек, барлығын шығара беремін. Әрине. Давайте.